Қайырлы күн, құрметті студенттер, эфирде IT жаңалықтары. Студияда мен Аружан Бақберген және менің әріптесім Асылзат Ерден. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қатуда бірінші курс студенттеріне арналған жыл сайынғы студенттер жәрмеңкесі өтті. Университетімізде биылғы Қазақстан халқына грантының иегері кім? Бүгінде көптеген қазақ жастары шетелге ағылуда. Білім мен мансап қуған олар неліктен өз елдеріне оралмай жүр? Бірінші курс жастары ресми түрде IT университетінің студенті атанды. Бұл кешті білім алушылар асыға күтті. Жастар өміріндегі ерекше іс-шарадан тілшіміз Алуа Мырзағазы. 5 қараша күні Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде студенттер қатарынан қабылдау кеші өтті. Университет ұжымы және студенттік ұйымдар бірінші курс жастары үшін арнайы концерттік бағдарлама дайындады. Студенттер қатарына қосылу рәсіміне арналған кешімізге қош келдіңіздер. Студенттік өмір жарқын сәттерге толы. Ол ең керемет уақыт. Адам өмірді таниды, көптеген қызықты байланыстар жасайды, мамандықты игереді және жұмыс пен қарым-қатынас үшін қажетті дағдыларды алады. Қарапайым студенттерден өз ісін білетін мамандар шығады. Осындай керемет шақтың бастамасы студенттерді қабылдау кеші болды. Бақшасарай салтанат сарайында өткен іс-шараға 700-дей студент келді. Олар үшін университетіміздің жұлдыздары Shadows би командасы және Awen музыкалық ұйымы өнер көрсетті. Сонымен қатар кеш хедлайнерлері ретінде жастар арасында танымал әртістер Абдыр және Кали шақырылды. Біздің студенттерді қабылдау кешіміз қазір болып жатыр, және де осындай жоғарғы дәрежені студенттерге тек мойынсына алады деп айта аламын. Биыл университетіміздің жеке символы пайда болды. Ол қарақал. Оның қату студенттермен қандай ұқсастығы бар екенін бірге білейік. Қарақал түнде өте белсенді жануар. Ол басқалардан жоғары интеллектімен және жылдам әрекет ететіндігімен ерекшеленеді. Оның есту қабілеті өте жоғары, дәл біздің студенттер сияқты. Кеш барысында оқуда белсенділігімен көзге түскен бірінші курс студенттері Арафат және Аяулым университетке адал болуға, сессияға екінші телефонсыз кіруге, аттенденс қойылмайтын сабақтарға да баруға салтанатты түрде ант берді. Сонымен қатар оларға студенттік билет пен ID карта табысталды. Сессия емтихандарды екінші телефон алмауға, автобуста болсам да онлайн сабақтарға кіруге, лифтке кезекте тұруға және лифт болған жағдайда шығуға. Ең бастысы IIQ, ол бір үлкен отбасы екенін есте сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Іс-шарада билет сатып алған студенттердің арасында лотерея ойыны ойнатылды. Нәтижесінде жеңімпаз атанған 3 студентке университет логотипі көрсетілген худилер және бір студентке 3 ай ину орталыққа тегін баруға сертификат табысталды. Кеш соңында университет ректоры студенттерге жылы лебізін білдіріп, алдағы оқу жылына сәттілік тіледі. Главное, чтобы студентам это понравилось. Это их жизнь. Они участвовали в этом мероприятии сами готовили и номера, и были за сценой, и сейчас охраняют наших самих студентов. Поэтому для меня это очень важное мероприятие, как объединение всего университета вместе. Аяжан Сапаралы, Алуа Мырзағазы, IT жаңалықтары. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетіне жаңадан қабылданған студенттер білім ордасындағы түрлі ұйымдарға мүше бола алады. Осы мақсатта IT-де арнайы жәрмеңке ұйымдастырылды. Жыл сайын өтетін шарадан тілшіміз Аяжан Сапаралының бейнематериалы. Студенттік ұйымдар жәрмеңкесі оқу ордасында жыл сайын өткізіледі. Ондағы мақсат студент қатарына енді қосылған бірінші курс жастарын ұйым қатарына тарту. Артыңыз білетіндей, университетке келгенде студент оқуға емес, және студенттік өмір қызықтырып болады. Студенттік өмірді қызықтыратын арнайы біздің клубтар бар, яғни 18 клубымыз бар. Соның арқасында біз соларға атып және андагреліне болу үшін осы шарасына жатыр. Студенттік өмір жаңа кезең. Сондықтан жастар тек мамандық игеріп қана қоймай, өзін қызықтыратын іспен айналысу керек. Осы мақсатта IT университетінде 18 ұйым жұмыс істейді. Солардың ішінде Mountain Kings, Shadows, Awen сынды бірлестіктерге сұраныс ерекше. Ал үміт ұйымының ашылғанына аз уақыт болса да,
Ондағы белсенділер бір қатар шараны іске асырып үлгерген. Тәуелсіздік организациясы үміт қыламыз. Наурыз айында біз онкологиямен ауыратын балаларға арнап наурыз айымен құттықтау, яғни подарка жинау акциясымен айналысқанбыз. 3 сағатқа созылған шараға келушілер қатары толастамады. Әр ұйым сұраныс білдірушілердің әрқайсына бірлестік туралы толық ақпарат беруге тырысты. Кейбір студенттер өз оқу ордаларының логотипі көрсетілген киімдерді де сатып алып жатты. Жаңа оқу жылында Халықаралық ақпараттық технологиялар университетіне бакалаврға 1600-ден астам студент қабылданды. Демек, IT студенттік ұйымдарының мүшелері қатары көбейетіні сөзсіз. Аяжан Сапаралы, Шырсын Айдархан, арнайы IT жаңалықтар үшін. Дарынды талапкерлерге биыл түрлі әлеуметтік жеңілдіктер табысталды. Солардың бірі Қазақстан халқына қорының гранты. Бұл мүмкіндіктен хату студенттері де қапы қалмады. Жобаның мақсаты неде және үміткерлер қандай талаптарды орындауға міндетті? Бұл сұрақтардың жауабын әріптесім Дина Болатова іздеп көрді. Елімізде студенттер үшін қазір тегін оқуға көп мүмкіндіктер ашылуда. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетіне тапсырған талапкерлердің де бағы жанды. Соның бірі журналистика және репортерлық ісі мамандығының студенті Ұлдана Ембергенова. Ол Қазақстан халқына қорының грантын жеңіп алды. Алайда бұл бағдарламаның байқауы оңайға түспеді. Грант иегері атану үшін арнайы талаптарды орындау міндетті болды. Қазақстан халқының гранты 25-ші тамызда шықты. Мен оған түсем бе, түспеймін бе, өзіме сенімсіз болдым. Басында кейін мемлекеттіктен кейін шыққаннан кейін өте қатты қуандым. Және стипендиясы да жоғары. Жоба 2022-2023 оқу жылына жүзеге асырыла бастады. Қор бакалавриат бағдарламасы бойынша іске асты. Ауылдық жерлердегі жағдайы төмен отбасылардан шыққан түлектерге жетім және мүгедек балаларға шәкіртақы төленетін гранттар береді. Ал грант иегерлеріне қойылатын басты талап қандай? Қазақстан халқына грантын иеленген студентіне ең бастысы бірінші талап ол студент сабақтан қалмау керек, сабаққа әрдайым қатысу керек. Және екінші талап, маңызды талап ол сабақ үлгерімі жоғары болу керек. Қазақстан халқына қоры биыл 360 орын бөлді. Бағдарлама білім беру гранттарын осы оқу жылынан бастап жыл сайын беру жоспарланып отыр. Биыл университетімізде мемлекеттік грант жеңіп алғандардың арасында Ұлан газетінің жас тілшілері көп. Кішкентайларының журналистика мамандығына бағытталған оқушылар IT қабырғасында да ерекше шығармашылық орта қалыптастыруға ықпал етері сөзсіз. Жасөспірімдер басылымы мен хату арасындағы шығармашылық байланыс турасында тілшіміз Ақтоты Нұрсұлтан айтып береді. Аружан Өртбай IT университеті журналистика мамандығының бірінші курс студенті. Оның бұл оқу орнын таңдауына Ұлан басылымы ықпал еткен. Жат тілші хату мен Ұлан бірлесе өткізген шығармашылық байқауларға қатысып, жүлделі орындарды иеленген. Сол жақтағы Ұлан газетінің редакторларымен және Ұлан газетінде жұмыс жасайтын өзім қатарлы жас тілшілердің тағы да осы универде оқитын жас тілшілер болды. Солардың ықпалдарымен мен осында солардың кеңестермен осы университетті таңдадым. IT университетімен жеткіншектер батылымы арасында шығармашылық байланыстың орнағанына 3 жылдан астам уақыт болды. Журналистикаға бала кезден баулуды мақсат тұтқан Ұланның тәрбиеленушілері оқу ордасына келіп, өздерін IT технология жағынан дамытады. Мен газетте негізі бала кезден бері жұмыс істеп келе жатырмын деп айтамын. Себебі 7-ші сыныпта маған кәсіби түрде олар тілші деген куәлік берді. Содан бері әлі күнге дейін материал жазып келе жатырмын. IT университетіне біздің жалпы Ұланда авторлар өзіміз рухани әулетпіз, жеке жас өркен деген сектамыз деп айтамыз. Бізде балалар жалпы өзіміздің достарымыз оқуға түсетін кезде бір-бірімізбен ақылдасамыз. Апайлармен, редакциямен ақылдасамыз, солай бірігіп жұмыс істейміз бәріміз. Ақтоты Нұрсұлтан, Иратыл Бейсенбай, IT жаңалықтары. IITU Қазақстанның IT саласындағы ең үздік мамандарды дайындайды. Сол мақсатта университетімізге цифрландыру саласының білікті мамандары жиі шақырылады. Мәселен, Кремний алқабында жұмыс істеген профессор Тимур Балташев хату студенттері үшін AMD процессорларының қауіпсіздігі жайлы дәріс өткізді.
Толығырақ Алуа Мырзағазы тарқатсын. Бүгін хату қабырғасында Джетина Нагачина Nanoelectronics LLC компаниясының негізін қалаушы Тимур Палташев шеберлік сағатын өткізуде. Іс-шарада AMD процессорларындағы қауіпсіздік жайлы айтылуда. Advanced Micro Devices жетілдірілген микроқұрылғыларды, графикалық процессорларды шығаратын американдық өндіруші. Олар сәулет ерекшеліктеріне байланысты Intelге қарағанда жоғары көрсеткіштерге ие. Бұл процессорлар компьютерлік ойындарды жиі қолданушылар арасында кеңінен танымал. Во-первых, значит, мы говорим о том, что если работать с AMD, то вот наша часть это языки, конечно, параллельное программирование, да? И для того, чтобы, значит, иметь параллельное программирование, в принципе, не нужно иметь суперкомпьютер вообще. Дәріс барысында Тимур Тұрсынұлы AMD-ның басқа процессорлардың айырмашылығын және қасиеттерін атап өтті. Кремний алқабында AMD компаниясында жұмыс істегендіктен үлкен корпорацияның дағдарысқа ұшыраған кездері жайлы көп қызықты ақпаратпен бөлісті. Кейінгі технологиялардың құрылу және пайда болу тарихын, олардың қайда қолданылатыны туралы мәліметте қамтылды. Мне очень понравилась лекция. На самом деле были небольшие проблемы со звуком, было не активно слышно. Но в целом очень понравилось то, что к нам приехал такой человек, то, что он поделился своим мнением, ответил на вопросы и показал, как работает именно процессор. Айта кетсек, 2017 жылы профессор Тимур Палташев Хату университетінде ең алғаш рет шеберлік сағатын өткізді. Ғалымның сөзіне жүгінсек, технологияларды дамыту үшін жеке компаниялардың емес, мемлекеттің инвестициясы қажет. Сондықтан AMD компаниясы университеттермен, академиялармен коллаборация жасауға дайын. Алдағы уақытта Тимур Мырза жоғарғы оқу орнында параллельді бағдарламалау бағытын ашуды ұсынды. Вот того, чего у нас действительно нет, это программирование на системном уровне, это программирование с использованием ассемблеров, но по понятным причинам это специалисты, которые сегодня программируют на ассемблере, довольно уникальные и единичные. Іс-шара соңына қарай студенттер профессорға өздерін қызықтырған сұрақтарын қойды. Университет басшылары қонаққа алғыс білдіріп, оқу ордасы атынан шағын сый табыстады. Алуа Мырзағазы, Аяжан Сапаралы, IT жаңалықтары. Біздің университет өз студенттеріне шет мемлекетте біліктілікті арттыру, 4 жылда 2 бірдей диплом алу секілді мүмкіндіктерді ұсынады. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша көптеген студентіміз өзге елде білім алып қайтты. Созат, дұрыс айтасың. Сен жақында ғана Польшаның Адам Мицкевич университетінде оқып келген студентіміз Аймара Құдайбергенмен сұхбаттасқан едің. Енді соған назар аударайық. Бүгінгі таңда шет мемлекетте тегін білім алуға болады дегенге сенесіз бе? Осындай мүмкіндікті пайдаланып жүрген халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің студенттер қатары артуда. Дәлірек айтқанда, Чехия, Польша, Оңтүстік Корея, Германия елдерінде ақысыз оқу қарастырылған. Академиялық ұтқырлық талаптарына сай, Хатудың 3-ші курс студенті Аймара Құдайберген Польша мемлекетінің Познань қаласында журналистика мамандығы бойынша білім алып келді. Польшадағы университетте оқып келгеннен кейін қазақстандық университеттердің арасындағы көптеген айырмашылықтарды, кемшіліктерді байқайды екенсің. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Польшадағы университеттердің білім беру бағдарламалары біздікіне қарағанда басқаша, мүлдем басқаша. Және біздің Хатуда мысалы расписание жағынан өте ыңғайлы, ал Польшадағы универлер бұл жағынан кішкене төмен деңгейде, өйткені сабақтардың барлығы кешкі 6-дан түнгі 10-ға дейін сабақ оқу, әрине бұл кішкене қиындық туғызды. Алдыңғы жылы IT университетінен 35 студент шетелде білім алып келді. Соның ішінде ақпараттық технология мамандығымен 1 студент Оңтүстік Кореяда, ақпараттық қауіпсіздік бойынша 16 студент Германияда, 9 студент Малайзияда, 5 студент Ресейде оқыды. Ал журналистика мамандығы бойынша 4 студент Польшада білімдерін жетілдірді. Студенттің академиялық ұтқырлығы оның бір немесе бірнеше семестрге басқа жоғарғы оқу орнына, яғни біздің университеттің серіктес университеттеріне барып білім алуы. Ол студенттерге қандай мүмкіншілік береді? Біріншіден, ол ғылыми тәжірибеліктен өту, екіншіден, студенттердің тілдік деңгейін арттыру, және үшіншіден, өз білімін практикалық жағдайда қолдану болып табылады. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, былтырғы жылға қарағанда қазір студенттердің академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қызығушылық танытулары артып келеді. Академиялық ұтқырлық бұл студенттерге арналған жақсы мүмкіндік. Осы бағдарлама бойынша Польшаның Адам Мицкевич университетінде білім алдым. Сол жақта оқу барысында өзімнің ағылшын тілі деңгейімді дамыттым.
көптеген шетелдегі адамдармен таныстым, яғни өзімнің ортамды кеңейттім. Және осы мүмкіндіктің барлығын беріп отырған Хату университетіне көптеген рахмет, және де барлық студенттерге осы бағдарламамен шетелге баруға тілектеспін. 2022 жылғы тамыз конференциясында Қазақстан білім сапасын көтеру үшін академиялық ұтқырлық бағдарламасы алдағы уақытта күшейтілетіні хабарланды. Бұл нұсқаулықты жоғары ғылым және білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді. Асылзат Ерден, Үстен Астынақұл, Нұрсұлтан Құрмаш, арнайы IT жаңалықтар үшін. Қазіргі таңда елімізде жастардың шетелге кету процесі жиіленіп барады. Мәселенің негізгі себептерінің бірі оқу мен жұмыс. Жас буынның жаппай өзге елге кетуіне тағы да қандай себептер бар? Мәселенің мән жайын бағамдап көрейік. Күн тәртібіне шығарылған жалғыз сұрақ жастар мәселесі. Кейінгі буын өкілдерінің шетелге ағылу үрдісі жылдан жылға белең алып барады. Мұндай проблема әсіресе солтүстік Қазақстанда өткір тұр. Мектеп бітірген қыз жігіттер білім қуып, не Түркия мен Еуропаға, не Астана мен Алматы қалаларына кетуде. Кейін туған жеріне оралатындары саусақпен санарлық. Бұған бірнеше фактор себеп. Енді шетелге кетіп, жұмысқа орналасып, шетелде орналасатын студенттеріміз енді жалақы жағдайына байланысты болуы мүмкін, яғни шетелде жалақы көбірек төленеді деген пайымда бар. Статистика бойынша жыл сайын білікті мамандардың елден кетуі көбейіп барады. Шетелге кетіп жатқандардың 54%-нан астамы жоғары білікті мамандар. Алдыңғы жылмен салыстырғанда кетіп жатқандар арасында техникалық мамандар 5, мұғалімдер 4, ал дәрігерлер 3 есе көбейген. Осы үрдіс мектеп бітірушілер арасында да жиі көрініс табады, және көбі қазақтар. ОПТ-да төмен балл алса, бізде оқуға түсу қиын. Ал шетелге барса, қандай талап ұсынады? Учеба за рубежом дает возможность изучить новую страну и получить навыки международной коммуникации. Кроме того, есть возможность получить международный диплом, стажироваться и работать в крупных компаниях. Еще один из плюсов учебы за границей – можно изучить культуру другой страны и быстро выучить новый язык, тем самым улучшать свои жизненные навыки. Бәсекелестік артықшылық деген тек бізге ғана тән нәрсе емес. Статистика бойынша елімізде ата-аналардың 41%-ы өз балаларының шетелде білім алғанын қалайды. Мәселе олардың оқуын бітіргеннен кейін елімізге қайтып келуінде. Екінші әнұранымызға айналған көк тудың желбірегені әні қиырда жүрген қандастарымыздың елге оралуына себеп болды. Республика күні қарсаңында университетімізде медиа-коммуникация және Қазақстан тарихы кафедрасының бастамасымен осы әннің авторы Алмас Ахметбекұлы мен патриоттар кездесуі өтті. Тілшіміз Ақтоты Нұрсұлтанқызы әдемі сәттің куәсі болған еді. Баршамыз бала күнімізден тыңдап өткен әйгілі көк тудың желбірегені әнін білмейтін қазақ кем-де-кем. Әрбіріміздің кеудемізде патриотизмді оятып, рухымызды көтерген бұл әннің авторымен кездесу біз үшін де үлкен мәртебе. Көк байрағымыздың беделін көкте қалықтатқан ақын Алмас Ахметбекұлы бүгін Хатуда қонақта. 2011 жылы тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай Қазақстан телеарнасының қолдауымен әннің бейне баяны жарыққа шықты. Содан бері әр қазақтың әнұранына айналып үлгерген бұл әннің шығу тарихы да ерекше. Бағанағы айтқандай, тәуелсіздіктің белгісі мемлекет, азат мемлекетке жаңадан аяғын басып тұрмын, 32 жастарымда кезде. Жанында Қалыбек Кенжалин деген жігіт бірге жатқан. Таныстан шекараны өтіп жатқанда. Ақынсың ба дейді. Иә, болса болар. Не қып сұрадым десем, туға қарап толқып тұрсын көзім деген бұлдырап деп сөйлейді. Өлең сол жерде туды. 1992 жылдың 22 мамырында еліміздің көк туы қабылданды. Ал бұл шара барлық арналардан тікелей эфирде көрсетілген. Қытайдың Шәуешек деген мекенінде тұратын ақын Алмас Ахметбекұлы бұл эфирді бір топ қазақ бауырлармен жиналып бірге көрген. Елбасы байрақты тізерлеп тұрып түйгенде экран алдында отырған қандастар көз жастарына ерік берген екен. Ақынның көк туды қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегеніне теңген себебі де осы. Алғашқыда Ибрагим Ескендірге өлеңді бірден бере қоймаған. Өйткені ол уақытта әнші эстрадаға жаңадан аяқ басып келе жатқан еді. Бермей қоя бердім. Сөйтіп едім жақсыға деп, мен Астанадан сол үшін келіп едім, ұшып келіп едім деп. Сөйткеннен кейін бір компакт дискісі екен, соны берді. Ішінде аманат деген әні бар екен. Өзі жасаған ән екен, орындапты. Дауысының диапазоны бар, әнді жүрегімен орындайды екен. Телефон тастап,
компакт дискін тастап кетті, машинаға қойып көрсем жоқ, көптің желбегеннен күші келіп тұр екен. Бұл 10 нота ғой, үлкен дауыс мүмкіндігін беріп қалады. Ақын бұл уақытта жат әнші әнді жүрекпен орындап тарих толқынында мәңгіге қалдырады деп күтпеген де болар. Алайда бұл орындаудан кейін көк тудың желбірегені ант ғана уақытта нағыз патриоттық ән ретінде барша жұртқа танылды. Көк тудың желбірегені шағыма қуат береді, таласқа түсті жан менің, жан емес маған керегі. Көк тудың Көрерменді таңмен таласа оятқан танымал Таңшолпан бағдарламасында жұмыс істеу әрбір жас журналистің арманы. Расымен бүгін хату журналистері сол мақсаттарына бір қадам жақындады. Бағдарлама продюсері, журналист Айнұр Мәулен көрерменге әдемі көрініс сыйлау үшін кадр сыртында қандай еңбек жатқандығын айтып берді. Іс-шарадан тілшіміз Зерен Арбекова. Журналист мамандығы қиындығы мен қызығы мол, жан-жақты білімділікті талап ететін жауапты сала. 8 қазан күні Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде тілшіліктен продюсерлікке дейінгі қадам атты мастер-класс өтті. Іс-шараның спикер әрі қонағы ретінде Айнұр Мәулен шақырылды. Ол Қазақстан ұлттық арнасы Таңшолпан бағдарламасының продюсері, тәжірибесі мол тележурналист. Сондай-ақ таңғы ақпаратты сазды бағдарламаның сапалы әрі сауатты шығуына жауап береді. Айнұр Мәулен болашақ журналистерге продюсерлік саласындағы кәсіби лайфхактармен бөлісті. Маманның айтуынша, қазір жастар арасында сауатсыздық өршіп барады. Өте көп тексттер келеді. Мен кейбіреулерін көріп шошимын кәдімгідей. Мен қорқамын бар ғой. Мен жазып жіберем астына комментариймен, сіз мына сөз мысалы, мынандай тек ғана екеуінің мағынасы бір ғой. Тек Қазақстанда ғана осындай жоба бар дейді да. Тавтология ма? Сіз мына жерде былай білінбегенмен ойлаңыз өзіңіз. Екеуі бір мағына. Мастер-класс ұйымдастырушысы медиа-коммуникация және Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры Шынар Қаляждарова. Шара барысында продюсер Хатудың журналистика факультетінің студенттеріне шығармашылық ізденіс, кәсіби контент және аудитория алдындағы жауапкершілік тақырыбында дәріс өткізді. Ал келген студенттер спикерге өз сұрақтарын қойып, лайықты жауаптарын алды. Ұжымдық рухты көтеретін жобалар жасайтынын айтты. Және үшінші маңызды нәрсе ол дипломатиялық қарым-қатынас, яғни тауға немесе басқа бір көрікті жерлерге сюжет түсіруге барғанда ол жақпен алдын ала келісу керек, басшылығымен сөйлесу керек деген сияқты. Міне осындай жағдайда дипломатиялық қатынас өте маңызды рөл атқарады. Таңшолпан бағдарламасында қандай детальдарға мағына береді, қандай қиыншылықтардан өтті, жалпы журналистің өмірінде қандай қиыншылықтар болуы мүмкін, оны қалай жеңуге болады деген сияқты ұжымның маңызын бұл жердегі көптеген заттарды үйрене алдық деп айта аламын. Басты мақсат болашақ медиа саласының мамандарын кәсіби деңгейде дайындау. Іс-шараға 100-ге жуық студент қатысты. Бұл жастардың өз мамандықтарына деген қызығушылығының дәлелі. Студенттердің мамандық бойынша жұмыс табуы өзекті мәселелердің бірі. Жағдайды алдын алу мақсатында Хатудың мансап орталығы жұмыс берушілермен тығыз байланыс орнатып, студенттер арасында түрлі семинарлар ұйымдастыруды қолға алған. Осы жолғы бас қосуға BIM-KZ компаниясы келіп, табысты жұмысқа орналасу үшін қандай қадам жасалу керек деген сауалға жауап берді. Жоғарғы оқу орнын тамамдап, қолдарына дипломдарын алса да, жұмыс таба алмай қиналатындар көп. Алайда Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті өз студенттер үшін осы мәселені алдын алуға көмектесуде. Хатудың мансап орталығы BIM-KZ платформасымен бірлесе отыра пайдалы тренинг өткізді. BIM-KZ әртүрлі вакансиялар мен тағылымдамалар платформасы. Бұл ресейлік HeadHunter мен американдық Лейбордқа қазақстандық балама. IT университетімен келісімге отырған аталмыш жобаның артықшылықтары мол. Онда студенттер мен түлектер арманындағы жұмысын таба алады. Ол үшін аккаунт ашып, жеке парақшаны толтыру қажет. Білімі, тәжірибесі, қызығушылықтары, жетістіктері сынды ақпараттарды бере отырып, компанияларға тікелей ұсынады. Айта кететіні, платформада дарынды студенттерді жұмысқа алуға дайын 5000-нан аса жұмыс беруші компания тіркелген. Студенттер өздерінің резюмелерін сала алады. Ол жерде 80-нен астам жоғары оқу орындары мен колледждер тіркелген. Біздің студенттерімізді жұмыс берушілер көріп отырады. Түлектеріміз, выпускниктарымыз тез жұмысқа орналасады.
Біз осы бір айдың ішінде 3,5 мың студент біздің о жаққа резюмесін салыпты. Семинар спикері әрі бейім өкілі студенттердің неліктен жұмысты ұзақ іздеп қиналатынын түсіндірді. Оған себеп түйіндемені дұрыс толтырмау, жұмыс берушіге өзіңді лайықты таныстыра алмау, тілдесімге дайындықсыз бару екен. Санжар Кенжеханұлы сұрақтарға жауап беріп, пайдалы лайфхактармен бөлісті. Резюме. 10 моментов для резюме заполняется совсем безответственно, очень минимально. Возьмет, не возьмет. Бүгінгі тренинг маған өте қатты ұнады. Санжар Кенжеханұлы өзінің көптеген пайдалы ақпараттарымен бөлісті. Жалпы біздің университетімізге бұдан бөлек алдағы уақытта тағы да көптеген тренингтер, кездесулер білікті тұлғалармен көбірек өткізіліп тұрса дейміз, өйткені студенттерге бұл өте қатты қажет. Аружан Бақберген, Ақбота Қазбек, арнайы IT News үшін. Студияға келіп жеткен жаңалықтар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Бізді IITU YouTube арнасынан, сонымен қатар төменде көрсетілген әлеуметтік желі парақшаларымыздан көре аласыздар. Қызықты ақпараттарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. IITU студиясында қайта жүздескенше.